Абайдың қара сөздері. Екінші сөз. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енеңді ұрайын. Кең қолтық, шүлдірлеген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс артқан, ботадан қорыққан, көз көргенде әкі десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан, сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай. Атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші, түкке ыңғай келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, баш әлшік ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген. Не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім. Ей Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған, жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп, әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып, күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өз әуре болып, бірімен бірі ешбір шаһар жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда, қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық, бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат, әсем де соларда. Оның малдарына құзғын тамағымыз үшін. Біріміз жалшы, біріміз қошалушымыз. Біздің ең байымызды, сәнің шақша яғың білән пішіратырға қойған иден түгіл, шық сасық қазақ, деп үйден қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып, қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөзде жоқ. Біз құлы, көңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?